Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де достар, Clash.kz арнасының сүйікті көрермендері және де активный хейтерлер. Бүгінгі видеода біз кеше челлендж жасаған болатынбыз, пеккамен. Бүгінгі видеода біз спаркимен істейтін боламыз. Комментарийді көбісі айтты, ведьма, голем, неше түрлі әскерлермен челлендж жасашы деп. Сонда мен ойлағалы спарки есіме түсті де, спаркимен неге ойнамасқа деген ой болды. Мен қараңыздар, 12 опыт қалды 9-шы уровенге. Бұл деген өте керемет. Кеше ақшамды да құрттым. Так, короче, қазір улучшителінетін зат бар ма? Так, қазір біз танытсек. Ойынды оқат, Пиноки, әрине. Молодец, қазір біз үстіде бар тұғын қазір. Міне Хок сұрады, 2 опыт берді, 10 опыт береді. Енді 2-ақ опыт қой, кәдімгі дейді. Енді 9-шы уровень болғасын, нормально көбі көтеру қажет енді. Қайсыны көтерек? Печті көтерек, 50 теңге, 6 опыт берді, ал кеттік достар. 2-ші уровень. Және де 9-шы уровень достар. Өте керемет. Енді башня королева 4800, ал башня арена 2534. Керемет. Енді біз қазір Пиноккимен ойнайтын боламыз. Так, Пиноккиді жазайық, басқалар ойнап кетпеу үшін. Ал кеттік. Қазір біз неше спарки болады, соны санап отырсаңыздар, комментария қалдырып кетіңіздер, неше спарки болды. Пиноккио. Жайде ең басында біз өзімізше бір башняны құртып алуымыз керек біз. Жайде башняны құртып аламыз, ол қазір құртылама, қазір көретін боламыз. Так, мына жерге стреланы лақтыра берейік. Қазір біздікілерді құртылуы қажет. Так, енді біз 2-ші башнясын құртатын боламыз. Так. Так. Не олда біздің башнямызды құртып жатыр. Өте керемет ол. Мына жерден әскерлеріміз жібере берейік. Скелет, анау мелкий заттарды. Міне үш сындырып боламыз ба? Сындыр үлгерген жоқ. Так, енді біз қазір ол біздің башнямыз сындырсын. Содан кейін бұлай стреланы лақтыратын боламыз. Енді эликсир толғанын күтеміз қазір. Мен бір бош эликсираны ойдым. Қазір зеркало арқылы 2-ші эликсирімізді қоятын боламыз. Айтпақшы, менің соң кездері видеоларымда дизлайк көбейіп баратыр, хейтерлер пайда болады деген сөз. Көбісі айтады, оған ренжімей ақ қой, мынау хейтерлер неге көбейеді, себебі сен алдыда болғасын деп бір адам айтқан болатын. Бұл енді көңілімді көтеріп жіберді. Хейтерлерге де рахмет айтам, себебі олар дизлайк басқан сайын менің каналымда көбей нести берді да, қайтсам болады, дами береді. Сондықтан бұл әрине өте керемет. Бірақ бір жағынан қайтсам болады. Көбісі менде 1600 подписчик бар, бірақ лайк деген аз достар. Лайк басу әрине ол тегін зат. Сондықтан достар, өтініш лайктарыңызды аямайықшы, себебі лайк болған сайын мен видео түсіруге шабытым оянады. Әрине енді бүкіл ютуберлерде солай. Себебі лайк басқанға не жетсін подписчиктер. Ол да адамды қуантып отырады әрине. Себебі
Бул деген өте керемет сезім. Так, енді соңғы былай қойып тастайық. Так, былай. Яғни қойдық уже. Енді қазір зеркаланы күтетін боламыз. Так. Былай қоямыз. Так, удачи дейміз. Ал бірінші спарки кетті, достар. Қой өрік қой. Артырлы болды. Өте керемет, достар, қараңыздар қазір қалай спаркидің атқаны бүкілі өте қалай керемет болатын. Так, мына жерде былай жіберсек. Спарки қоюға да не жоқ, яғни қалай айтсам болады, орын жоқ даже. Иә, өте керемет қол. Қараңыздар, қаншама атака, қаншама урон, яғни. Иә, бұл деген өте керемет, достар. Енді спарки мен жасаған жақсы болды деп ойлаймын. Так, давай, спарки шықсаш. Аз болу мүмкін, давай, контр етсеш. Так, екінші спарки, давай. Жоқ, сындырма. Не, достар, қараңыздар, қаншама спарки шықты? 1, 3, 6, 7, 8 жақ спарки, бірі өлді, походу. Мана біз ойнағанда 10 спарки оған болатын. Қазір азайып қалды. Осымен осы, достар, каналға жазыламыз. Және де дәу лайктарыңызды аямаймыз, достар. Енді мен уақытымды бөліп жатқанда сіз үшін еңбегіңізді бағалайық, достар. Және де кланына келіңіздер. Және соңғы адамдар кубок көтермесе, олар да кик бола бастайды. Яғни сіздерге айтарым, біздің академия, яғни 14 орында тұрып, біздің академия, яғни нешінші орында походу кеше кіргенде мен 200-ішінде болған болатын. Шықпы төсе, я, короче, шықпаған ғой. Кеше мен кіргенде өлді ойнадым кішкене. Сонда топ 200-ке кірген болатын. Сондықтан соң кіреміз, топ 200 жақында сол академия туралы видеода болады. Және де 9-шы өлім болды, бұл деген өте керемет. Ал сонымен осы, достар, амандықта жолыққанша келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.